Сразу 80 досудебных расследований, связанных с коррупцией, зарегистрировали в Казахстане за последние 2 недели. Масына қарасты Ақсай полиция бөлімі басшысының үстінен пара алу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аса көлемде пара алды деген күдікке оңтүстік Қазақстан облыстық департаменті. Екі полиция қызметкері пара алу үстінде ұсталды. Тарту үшін 5000 ақш долларын талады. 8 чиновников уже задержаны. Мен күдікті деген судьяның Мейрам Жанқұрттынов екенін растады. Чаще брать взятки стали сотрудники областных управлений здравоохранения. Атырау облысы аумағында ұрлық жасаған Некоторые из них решили подзаработать на пандемии. Съемки задержания руководителя управления здравоохранения. Орынбасары Сәтжан Полатов бөлімшелерінің жетекшілері Мақсат Қарақұлов Максимум освоить бюджетные средства, выделенные на борьбу с опасным вирусом. Подозревают в получении взятки в 7,5 миллионов тенге. пен Әділжан Мақатай да бар. Үш шендінің қолына кісен тағылды. 17-2021 жылдарға арналған бағдарламасы. Бәріне сәлем. Бұл видеороликта біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру және сыбайлас жемқорлықтың қай салада жиі кездесетінін және өзіміздің атымыздан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте ұсынысымызды айта кетеміз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы негізгі стратегиялардың бірі ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыру болып табылады. Яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет дегеніміз сол тұлғаның осы сыбайлас жемқорлықтың қоғамға әкелетін зардабы, оның залал зияны туралы білімін қамтитын қасиеті болып табылады. Яғни бүгінгі таңда бұл мәселе қоғам ішінде, жеке адамзат ішінде өте өткір негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Бәрімізге белгілі қазір технологиялар ғасыры. Бүгінгі күнге жеткен технологиялар кейде соншалықты таңғаларлық, бұған адамзат қабілетті деп сену қиын. Бүгінгі күнге дейін көптеген құрылғылар біздің өмірімізді жеңілдетуге ойлап табылған. Ал егер мемлекеттің мәселелерімен күресуге болатын нәрсені ойлап тапсақ ше, мысалы сыбайлас жемқорлықпен. Біздің миымыздың мүмкіндіктері өте кең. Тіпті оның шегі мүлдем жоқ та шығар. Сондықтан бұл мүмкіндіктерді біз дұрыс бағытта пайдалануымыз керек. Бүгін біз сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрестің қаншалықты маңызды екенін айттық. Сондықтан біз бұл проблемамен күресудің жаңа әдісін ойлап таптық. Дәлірек айтсақ, бұл мобильдік қосымша. Біз шенеуніктердің, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерде отырған адамдардың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін осы мобильдік қосымшаны іске қосуды ұсынамыз. Бұл қосымша әрбір депутат пен шенеуніктің құрылғыларында іске қосылуы қажет. Қосымша құрылғы камералар арқылы құқық бұзушылықты тіркеу үшін бағдарламанған. Мысалы, сессия кезінде біз прокторинг бағдарламасы арқылы емтихан тапсырдық. Яғни бұл бағдарлама емтихан барысында кез келген қозғалысымызды тіркей алады. Және ол бұзылған жағдайда бізге хабарлама келеді. Және сол әрекетімізге байланысты нәтижелер жойылуы мүмкін. Біздің қосымшамыз осы прокторинг бағдарламасына ұқсас болып келеді. Өйткені біздің бағдарлама құқық бұзушылықты, дәлірек айтсақ сыбайлас жемқорлықты тіркейді. Қосымша бастамас бұрын әрбір қызметкер тіркеуден өтуі керек. Онда оның жеке мәліметтері көрсетіледі. Оның ішінде аты жөні, лауазымы және жұмыс орны көрсетілген. Сонымен қатар қосымшада саусақ ізі мен GPS құрылғысы жүктеледі. Осылайша біздің қосымшамыздың базасында әрбір қызметкер туралы ақпарат болады. Және құқық бұзушылық орын алған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіне хабарлама жетеді. Және осыдан кейін құқық бұзушының қайда және кім екенін білу оңай болады. Біз өзіміздің мобильді қосымшамызға байланысты тұрғындардың арасында сауалнама жүргізген болатынбыз. Оларға бірнеше сұрақтар қойылды. Солардың алғашқысы болып, сыбайлас жемқорлықты толықтай жою мүмкін деп ойлайсыз ба деген сұрақ болды. Оған сауалнама қатысушылардың 27% иә, 45% жоқ, 27% мүмкін деп жауап берді. Екінші сұрағымыз, сыбайлас жемқорлықпен күресуде жаңа инновациялық технологиялар көмектеседі деп ойлайсыз ба? Олардың 50% иә, 27% жоқ, 23% мүмкін деп жауап берді. Үшінші сұрағымыз былай көрініс тапты. Егер әр мемлекеттік қызметкердің ұялы телефондарында арнайы құқық бұзушылықты анықтай алатын мобильді қосымша тіркелген болса, жемқорлық азаяды дегенге сенесіз бе деген сұрақ болды. Сауалнамаға қатысушылардың 55% иә, 23% жоқ, 20% мүмкін деп жауап берді. Төртінші сұрағымыз, осындай жаңа қосымшаны қолдану қай салада қажет деп ойлайсыз деген сұрақ болды. Сауалнамаға қатысушылардың 55% ішкі істер министрлік саласы деп көрсеткен болатын. Және соңғы сұрағымыз,
Бұл мобильді қосымша қаншалықты сыбайлас жемқорлықпен күресуде көмектеседі деп ойлайсыз деген сұрақ болды, және де оны 1 балдан 5 балға дейінгі шкаламен өлшеу тиіс болды. Олардың ең жоғарғысы 3 балды белгілеген болатын. Бұл қосымшаға біз өзіндік атау қойғанбыз. Оның атауы KWC және өзіндік логотипі бар. Неліктен KWC? Осы аббревиатураның декодталуы Қазақстан Without Corruption, яғни Қазақстан сыбайлас жемқорлықсыз. Толықтай болмаса да, сыбайласы жемқорлықсыз өмір бар екеніне біз сенеміз. Сол себептен ең болмағанда бұл қосымшаның жемқорлықпен күресуге көмектеседі деп ойлаймыз. Сондықтан атауымыз біздің Қазақстанды сыбайлас жемқорлықсыз көретініміз туралы толықтай көрсетеді. Осы үмітпен біз осы идеямызды ұсынамыз және біздің жарқын болашағымызға өз үлесімізді қосамыз деп үміттенеміз.